Сезім мен серттегі Рейхан. Шынайы өмірде қандай адам екенін білесіз бе? Өзге Ягыз түрік кино әлеміндегі ең танымал жас актрисалардың бірі. Ол 1997 жылдың 26 қыркүйегінде Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Бала кезінен өнерге жақын болып өскен Өзге сурет салуды, сән әлемін және актерлікті жақсы көрген. Мектепте жүргенде түрлі шығармашылық шараларға қатысып, камера алдында өзін еркін ұстай алатынын байқайды. Актриса отбасын көпшілікке көп көрсете бермейді. Өзге қарапайым отбасында өскен. Оның Ezgi Ягыз есімді үлкен әпкесі бар. Жақындарының айтуынша, бала күнінен сабырлы, әрі арманына берік болған. Жас кезінен арманы танымал актриса болу еді. Университетте коммуникация саласында білім алғаннан кейін актерлікке бір жола бет бұрады. Оның теледидардағы мансабы 2018 жылы басталды. Алғашқы түскен сериалы «Адыны сен қой». Бұл жоба арқылы көрермен оны алғаш рет байқайды. Алайда шынайы танымалдық оған 2019 жылы келді. Сол жылы Өзге Ягыз Емин сериалында Рейхан рөлін сомдап, үлкен жұлдызға айналды. Қазақша Сезім мен серт деп танылған бұл сериалда ол қарапайым, мейірімді, әрі тағдыр сынағына мойымайтын қыздың образын ойнады. Көрермендер Рейхан мен Эмир махаббатын ерекше жақсы қабылдады. Сериалда Эмир рөлін актер Дөкбер Демиржи сомдады. Экрандағы махаббат уақыт өте шынайы өмірге де ұласып, екеуі біраз уақыт кездесіп жүрген. Қанаттары оларды түрік сериалдарының ең әдемі жұптарының бірі деп санады. Тіпті олардың үйленуі мүмкін деген жаңалықтар да тараған. Бірақ кейін қарым-қатынастары тоқтағаны белгілі болды. Кейін Өзге Ягыз Сафир сериалындағы серіктесі Бурак Беркай Ақгүлмен бірге жүр деген қауесеттер шыққан. Алайда актриса жеке өмірі туралы көп айтпайды. Еминнен кейін Өзге Ягыз көптеген танымал сериалдарға түсті. Сол яным, içimizden бірі, Баба, Сафир. Актриса әлеуметтік желіде де өте танымал. Көпшілік оның табиғи сұлулығын, қарапайым мінезін және нәзік образын ұнатады. Бос уақытында кітап оқығанды, музыка тыңдағанды және саяхаттағанды жақсы көреді. Бүгінде Өзге Ягыз түрік сериалдарының ең сұраныстағы жас актрисаларының бірі саналады. Ал сізге Сезім мен серттегі Рейхан образы ұнады ма?